сәл қолдарың босаса білет қыдырып, сәл қолдарың босаса бір қалаға шығып кету, ары бері, там біреумен кездесіп қайту, үйтіп қайту, туған күн деген білет. Нахуй керек емес нәрсе еркекше. Онда нахуй сені көріп отырып бос уақытта. Көрдің ба, сен мені көріп, мен саған осындай нәрсе айтқаннан кейін, сен вдохновляться еттің зато. А мені көруден мен енді біз андай ғой енді бұл чисто уақыт өттік. Бля, ол да хуйня болып қалды я, бірақ короче. В общем, шляпа, короче, бар ғой. Ол да уақыт өткізу болып қапты ғой таза. Была дрочь, ет патредім. Біляс. Намыстанып кеттім ғой жаным, сол. Кім жіберіп жатыр мынандай нәрсені, мынандай озвучкамен? Енді менің стримімді қарап, хаха ұстап, прикол ұстап, или менсе фильм қарап, мен мысалы фильмдерді біз талқылаймыз, дұрыс па? Ғылыми теориямен, түрлі теория. Біздің стримда миымызбен ойнаймыз біз стримді, похуй ойнай бермейміз. А мен про то, что жаңағыдай кіріп ап, туалетке пытырлап, олай там болмайтын нәрсе деп соларды айтып да мен. Біз енді біздің стримдер бөлек қой, біздің стримдер кәдімгідей. IQ-ды жоғарылататын стрим ғой. Ғылыми стрим ғой бізде. Ойлаш, мен болмағанда араларында біраз адам білмейтін еді ғой, ранчо ойнамағанымызда. Что, вот, оказывается, шошқалар осылай семіреді екен, 4-5 үйден туады екен деп. Сиырдың молочные болады, и чисто етке арналған сиырлар болады деп. Дұрыс па? Мен болмасам білбей кететін едіңдер нахуй. Батя, с нами съемка до стрим было дыма. Жоқ, болмайды.